Қазіргі таңда айнаны қарапайым қажеттіліктен гөрі үйге, кеңселерге, демалыс орындарына сән беру мақсатын іліп қояды. Алайда оның пайдасынан басқа адамзатқа тигізер зиянды жағы бар екен. Ел арасында айнаны сыйға тартуға немесе бұрын қолданылған сатып алуға болмайды деген сөз кең тараған. Себебі айна қараған жан энергиясын өзіне тартып алып, адамдардың бет бейнесін, қимыл қозғалыстарды компьютер бағдарламасы секілді жадынан мақтап сақтап қалады. Ендеше айнаның өзіндік сырлары мен ерекшеліктерін таныс бола отырыңыздар. Қыздардың қалтасынан түспейтін заттардың бірі айна. Шамамен арулар күніне айнаға кем дегенде 20 шақты рет қарайды екен. Ал айна адамның көңіл-күйіне тікелей әсер ететін сиқырлы зат. Америка ғалымдары күні бойы айнаға қараған кісінің кешкісін көңіл-күйі болмай, өзін нашар сезінетінін байқаған. Сонымен қатар айнаға көп қарау әдеті есте сақтау қабілетінде төмендетеді екен. Себебі айна адамның өмірлік күш-қуатын өзіне тартып алып, азғана әлсірететін қасиетке ие. Сонымен қатар көшірменді анық қайталайтын айнаға көп қара беретіндер тезірек қартаю белгісіне ұшырайды. Сонымен қатар ескі немесе басқа біреудің айнасына қарауға мүлде болмайды. Өйткені ол адамды қырсыққа ұшыратады. Айна адамның жағымсыз жақтарын бойына ұстап қалады да, оны басқа адамға жұқтырады. Айнаға мүлдем қарауға болмайды емес, тек сағаттап алдында көп уақыт өткізбеген жөн, және тек жақсы көңіл-күймен қараған дұрыс. Яғни өз бейнеңізге күліп қараңыз. Онда ағыза жағымды қуат алып күшейе түспек. Қазақ халқының ырымында айнаны ашық қалдыруға болмайды. Әсіресе жаңбыр жауғанда және үйде адам қайтыс болғанда деген ұғым бар. Себебі айнаға сол адамның рухы кіріп кетеді дейді. Сонымен қатар ұйықтайтын бөлмеге де айна қоюға болмайды. Түнде ұйықтан тұрған адамның көзіне көру қабілеті бірден жақсы болмайды. Яғни көзіңіз ашып немесе бұлдырап тұрады. Ұйықтан ояна сала көз дайындығыңызды сізге қарсы тұрған адам айнадағы өз бұлыңғыр бейнеңізді көріп шошып қалуыңыз мүмкін. Осы айтылғандарын сақтану үшін айнаны күн сәулесіне мол түсетін зат тұсқа қою қажет. Сонда жаман энергия жойылады. Бетін жиі сүртіп тазалау да жақсы келмек.